Елестетіп көріңізші, сіз Лондон қаласына баруға армандайсыз. Ол сіздің арманыңыз, одан кейін мақсатқа айналды, и уже реальностьқа айналды. Яғни сіз бүкіл ақшаңызды жинап, жақындарыңызға айтып, бүкіл отбасыңызбен бірге, немесе достарыңызбен бірге, немесе сол Лондонда жұмыс жасаймын, жаңа өмір бастаймын деп ақшаларыңыздың бәрін жинап, наконец-то Лондонға ұшуға самолетке билет аласыз. Самолетке отырасыз, қасыңызда жақындарыңыз бар, мамаңызға, папаңызға айттыңыз, достарыңызға айттыңыз, мақтанып, ішіңізден ойлап жатсыз. Ура, мен бірнеше сағаттардан кейін өзім армандаған Лондон қаласында болам. Неужели деп армандап отырасыз. Бірақ сіз отырған самолет біраз минуттардан кейін жоғарыға көтеріледі де, одан кейін жарылып құлайды. Ішінде отырған адамдардың барлығы түгелдей қайтыс болып кетеді. Ол қайтыс болған адамдардың ішінде сіз де барсыз. Болды, өміріңіз бітті, өмір аяқталды, сол ұшақтың ішінде сіз қайтыс болып кеттіңіз. Ал Boeing 787 самолетіне отырған адамдарға бұл нәрсені елестетудің де қажеті жоқ. Өйткені бұл 2025 жылдың 12 маусымында болды. 2025 жылы 12 маусым күні Үндістанда тарихтағы ең ірі ұшақ апаттарының бірі болды. Air India компаниясының Лондонға бағытталған рейсі ал 171 Ахмедабад қаласынан ұшып шыққан соң бірнеше минут ішінде құлап түсті. Бұл Boeing 787 Dreamliner ұшағы болатын. Ұшқаннан кейін бар болғаны 30 секундтан соң экипаж Mayday деп, яғни апатты жағдай жайлы сигнал жіберген. Ұшақ биіктікті ала алмай қала маңындағы тұрғын үй аймағына құлап жарылып кеткен. Ұшақтың ішінде 242 адам болған, 230 жолаушы және де 12 экипаж мүшесі. Өкінішке орай 241 адам қайтыс болды. Тек қана бір ғана адам тірі қалған. Бұл Вишваш Кумар Рамеш деген Ұлыбритания азаматы. Ол 11А орнында апаттық есік жанында отырған. Апат кезінде өзі есікті ашып, оттан қашып үлгерген. Осы тірі қалған азаматтың оқиғасы мені прям таңғалдырды. Неге? Өйткені бұл мен үшін өте таңғажайып оқиға. Яғни орысшалап айтқанда чудо дейді ғой. Сіз представляете? Целый самолетта адамдардың барлығы сол жерде кім болды? Стюардесса, экипаж, жаңағы отырған адамдар, алдында, артында отырған адамдардың барлығы просто қайтыс болып кетті. Тек қана тірі қалған осы Вишваш қана, осы азамат Вишваш деген. Бірақ апат тек ұшақ ішіндегі адамдарға ғана емес, жерде тұрған бейбіт тұрғындарға да әсер етті. Ұшақ жатақхана мен бірнеше үйге соғылған. Нәтижесінде 38 адам қайтыс болып, 60-тан астамы жараланды. Осылайша бұл қайғылы оқиғада жалпы 279 адам қаза тапты. Бұл Boeing 787 Dreamliner тарихтағы алғашқы өліммен аяқталған апат. Жалғыз тірі қалған Вишваш, ол ұшақ құлап жерге соғылған кезде басынан жарақат алған, бірақ есінен танбаған. Ұшақтың іші түтін мен жалынға тола бастаған, бірақ дәл оның жанындағы апаттық шығу есігі бұзылмаған екен. Ол бірнеше секунд ішінде апаттық есікті өзі ашып, сыртқа секіріп үлгерген. Осы жарылып құлаған самолеттің ішінде бір отбасы болған екен. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, ер азамат, жаңағыдай отбасының әкесі, анасы және де 3 бала шағасы, яғни барлығы отбасы. Бұлар Лондонға не үшін бара жатты? Ер азамат, яғни осы отбасының әкесі программист болып жұмыс жасайды екен. И осы бүкіл отбасымды алып кетіп, енді Лондонға барып жаңа өмір бастаймыз. Мен сол жерден жұмыс таптым деген кезде осындай оқиға орын алады, яғни самолет құлайды и осы отбасының барлығы қайтыс болып кетеді. Ажал деген айтып келмейді. Сен білмейсің, ертең өлесің ба, арғы күні өлесің ба, 1 жылдан кейін немесе 10 жылдан кейін. Бұл тілсіз жау деп аталады. Яғни сен қашан ажалың келеді, қашан өлесің, ол нәрсені ешқашан білмейсің. Ешқандай адам өзінің ажалын біліп туылмайды. Сондықтан да қай жерде болсаңыздар да, қай жерде жүрсеңіздер де абайлап жүріңіздер, өздеріңіздің өмірлеріңізді ешқандай рискқа қоймаңыздар, өздеріңізді жақсы көріңіздер, осы өмірлеріңізді бағалаңыздар. Өмір бізге бір-ақ рет беріледі. Жақындарыңызды, өзіңіздің отбасыңызды сыйлауды, всегда өзіңіздің жақындарыңызға жақсы көремін деген сөзді айтуды ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.